Аса. Таза каблуктың ғой. Өзім сақтауға? Иә. Өзім қызымды? Иә. Жоқ. Өзімізге ой беріңіз да, просто. Аха. Содан кейін не деп отырмыз. Не қыдырыңыз? Менен емес. Сіздің де ойында? Иә. Аха, не себепті? Өйткені мен бірінші ішпеймін, шекпеймін. Аха, сіз ше? Иә, мен сол ішпеймін, шекпеймін. Спортпен айналысамыз. Мен арам ойымыз жоқ қыздарға тоже. Өзім үйде қарындасым бар. Онда арам ойым жоқ қыздарға. Плюс. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Өзіңіз сияқты ұлға өзіңіздің туған қызыңызды тұрмысқа берер едіңіз? Иә. Не себепті? Таза каблуктың ғой. Не себепті? Себебі ол. Иә. Өзімізге ой беріңіз да, просто. Аха. Содан кейін не деп отырмыз. Өздеріңіз сияқты ұлға қыздарыңызды тұрмысқа берер едіңіз? Аса. Берерім, мен Жақсы жігіттеріміз ғой. Жақсысыз ғой. Не себепті? Только жақсы болғандарыңыз үшін бе? Мен өнерде оқимыз ғой просто. Аха. Сол плюс. Аха. Ақтылығымыз жоқ. Артына ішпейміз, шекпейміз. Жастарда минус жоқ. Өзім сақтауға? Иә. Өзім қызымды? Иә. Жоқ. Неге? Өзім қызымды өзім сақтауға. Қалай ол? Жоқ, мінезіңіз сіздікіндей мүмкін. Мысалы. Иә. Не үшін? Өзім жақсы танимын. Өйткені күшті бағам, Аха. Қай жағынан? бәр жағынан. Аха. Не себепті? 3 days later. Жоқ, оқимын өзім. Мхм. Намазға да жақын, спортқа да жақын. Аха. Ешқандай арам ойым жоқ. Аха. Алға қойған мақсаттарым бар, пландарым бар. Дәл сіз сияқты болғанда? Иә, дәл сол мен сияқты болғанда смело беремін. Не буду себя восхвалять, но думаю, я дисциплинирован и воспитан нормально.